Достар, ассалаумағалейкумдер. Mercedes 1.8 190 шанақтағы көлікте бізде бірінші цилиндр дұрыс жасамай алған. Сондықтан эндоскоппен, камерамен дұрыс қарасақ, мотор тестермен бір тексерген жағдайда бізде бір проблема анықталды. Оның алдына дейін иесі катушка ауыстырған, свеч тазалаған, свечін ауыстырған, форсунг тазалаған, еш проблема кетпеді дейді. Бізде проблема клапан сынып кеткен. Клапан сынғасын, клапан сальниктен май кеткен, және де цилиндрдің ішін бүлдірген. Бізде ақауы клапан сынып кеткен проблема болып шықты. Сондықтан бізде жаңа сынған қалдық іздеп көргенде сынған қалдық ештеңе табылмады. Цилиндр бүтін. Мына жерде кішкентай сәл-пәл бір ойық бар, бірақ онда ешқандай қатты зиян жоқ. Клапан сынған кезде коллекторден, выпускной коллекторден шығып кеткен сияқты. Қалдығы көрінбейді. Осылай Mercedes-ке бізде проблемасын анықтап тауып берген болатынбыз.